Сәлеметсіздер ме балалар? 77-ші сабақ и дыбысымен әрпін өтеміз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Сонымен сабағымызды бастайық. И дыбысы бізде дауысты дыбыс екен балалар. Дауысты дыбысты біз қызыл түспен белгілейміз, я? Олай болса, и дыбысын айтайық. И және бір еске сала кететін нәрсе, біз дауысты дыбысты созып айтамыз, я балалар? Кеттік, олай болса, сабағымызды жалғастырайық. И әрпін түймелерден жасап көріңдер, балалар. Және суретке назар аударыңдар. Балалар не істеп жатыр, балалар? Балалар тиынның ініне келіп қарап тұр, я? Сонымен мәтінді оқиық. Ең жақсы мекен әркімнің өз мекені. Ит үйшікте, тиын ағаш діңінде тұрады. Тышқан інді, кит теңізді мекен етеді. Ал төрт түлік қайда тұрады? Балалар, сендер білесіңдер ме? Төрт түліктің қайда тұратынын? Төрт түлік қорада тұрады, я? Сонымен балалар, қарамен жазылған сөздерді оқиық. Тиын, ие, шие, иек, тиек, киек, ит, кит. Сонымен и әрпі сөздің ортасында және басында кездеседі екен, балалар. Буынға бөліп және тұтастай оқыңдар. Суретке назар аударайық. Суретте қандай жануар берілген? Киік. Екінші суретте инелік. Ал үшінші суретте ит мұрын берілген екен. Балалар, енді осы сызба нұсқамызға қай сөз сәйкес келеді? Киік сөзі сәйкес келеді. Буынға бөліп көрейікші. Киік. Сонымен екі буынды сөз екен, я? Олай болса, дәптерімізге жазып аламыз және қайталап оқимыз, балалар.